Ал құрметті оқушылар, мына жаңадан математикалық статистиканың есептерінде осындай бір екі тарауы бар. Біреуі жаңа гипотезаны бағалау, одан бұрын аспаған дисперсияны, яғни үлестірім параметрлерінің есептеу. Үлестірім параметрлерін бағалау, былайша айтқанда нақтырақ дұрыс сұрау болатын шығар. Енді алдымен жай түсіндіріп өтейін. Сіздерге түсінікті болу үшін алдымен міне үлкен бір жиын болсын, бұл үлкен барлық жиын, бұл бас жиын деп аталады. Одан кейін біз әрқашан зерттеулер жасаған кезде осы бас жиынның түгел қамти алмаймыз. Мысалы үшін Қазақстанның адамдарын средний возрастын есептеу. Ол үшін бас жиын бізде Қазақстанның 20 миллионнан астам азаматтары. Оның түгел жасын сұрап білу мүмкін емес, қиын болуы мүмкін енді. Бірақ біз осы зерттеу жасау үшін осы бас жиыннан қандай да бір таңдама аламыз. Яғни таңдама ол кіші жиын, одан гөрі осы таңдама арқылы бас жиынды бағалауға тырысамыз. Мысалы бас жиынды оның орта мәні мю деп белгіленеді, оның квадраттық ауытқуы сигма деп белгіленеді. Ал таңдамада таңдаманың орташасы ол x кездейсоқ осылай белгіленеді, x сызықша, және бұның енді таңдаманың дисперсиясы деп білеміз, сигма квадрат десек мысалы үшін. Егер таңдама арқылы біз бас жиынды бағалайтын болса, оқушылар, бағалау деген нақты деген сөз емес, енді адам өзі айтып отыр, атыңыз бағалау деп. Біз бағалаймыз мю x-ке тең деп бағалаймыз, яғни почти тең, болжамдаймыз деген сөз. Ал егер таңдама арқылы біз бас жиынның сигмасы керек болатын болса, біз ол сигма квадратты енді s квадратқа тең деп бағалаймыз. Ал s квадрат дегеніміз ол жаңағы формуласы n-1 көбейтілген dt. Мына бір жерде тұр, ол s квадраттың формуласы. Дисперсияны есептеуді білесіздер. Немесе дисперсияның өзі, мысалы ары жалғастыратын болсақ n-1. Ал дисперсия дегеніміз ол средний x-тардың квадраттарының среднейінен общий жаңағы орташаның орта мәнінің квадратын алып тастасақ, осыған тең. Мынау дисперсияны былайынан да жазуға болады. X квадраттардың қосындысын n-ге бөлсек, ол x квадраттардың ортасын алып тастаймыз, ортасының квадратын деп. Енді бұл жалпылама кіріспе. Енді міне 5 бас жиын мынандай таңдама берілген. Яғни 4 деген сан 5 рет, қайта 9 деген осылай беріліп тұр. Таңдаманың орта мәні есептелінген. Мына жерде орта мәні x тең. Так. 4 жерде 5-ім, білесіздер, 4 көбейте 5, плюс 9 көбейте 10, 90 болады. 3 жердегі 20, 60 болады. 6 жердегі 15-ім, 90 болады. Бөлеміз. Жерде барлығы неше сан бар? 10, 15, 30, 50 сан бар екен барлығы. Олардың қосындысы, осылардың қосындысы 50 болып тұр. Осыны бөлеміз. Енді қосатын болсақ, қазір 180 плюс 60, 180-ге 60 тосам 240, 260 ба? Так, 90, 90, 180, 190, 240, 240-қа 20-ны қоссам 260 дұрыс бөлу 50, нөлдер келеді, 26-на 5-ке бөлсем 5 бүтін, енді 10-нан 2 болу керек. Енді таңдаманың орта мәні міне осыны есептедік, және сол арқылы бас жиынның орта мән бағалаңдар. Енді айттық осы. Бұл арқылы бас жиынның орта мәні 5,2 деп бағалаймыз. Таңдаманың дисперсиясын және бас жиынның ығыспағын алдымен таңдаманың дисперсиясын табадық. Дисперсия ол жаңағы квадраттарының ортасы, яғни x квадраты бізде 16, 16-тан бізде 5 рет бар. 81, 9-ның квадраты не? 9-ның квадраты. 81-ден бізде 10 рет бар. 3-дің квадраты 9, одан 20 рет бар. 6-ның квадраты 36, одан 15 рет бар. Осыны былайша айтқанда бүкіл 50 мет бізде 50 болған. Міне көрдіңіздер, мына x квадраттарының бағанағы дисперсия формуласы бар ғой. Яғни квадраттарының ортасын алып тастаймыз, мына орташаның квадраты. Мына квадраттарының орташасын алып тастаймыз, жаңағы 5,2-ның квадратын. Енді ары калькулятордың іші 16 жерде 5-ім 80, 80 плюс 810 плюс 180
Немесе 36 жердегі 15 10 екен. 36 көбейту 15 540 бөлу 50 минус 5,2 квадраты. Енді бұны есептесек, қазір көрейік. Бұны есептесем, енді мен алдын ала есеп қойым, бірден аша салайын. 5,2 квадратын алып тассам 5,16 шығады деп тұр енді. Қате кетіп қалсам 5,16. Ол дисперсия. Қазір бір тексеріп өтейік. 5,16. Енді бізде таңда дисперсиясын таптық, және бас жиынның ығыспаған қатар дегеніміз ол мына s квадрат. Яғни s квадрат тең n дегенімізде барлығы бізде ол 50 ғой. Яғни 50 бөлінген 49 көбейтілген осы мына бір сан 5,16. 5,16-ны көбейтемін 50-ге бөлемін 49-ға. 5,126 шықты шамамен. 5,26 5 деп тұр еді, шамамен 5,27 деп жуықтау болады. Не ығыспаған бағасын есептедік. Міне осы балалар негізгі формула мынау. Жалпы ығыспаған деген сөзді естісеңіздер, бірден мына формуланы естіге түсіре білуіңіз болады. Осымен рахмет.